Сәлем, бүгінгі видеода біз бірге армандар картасын жасайтын боламыз. Және ол үшін осы жерде тұрған барлық заттар маған керек болады. Шетінен көрсетіп бастай берейін. Ал сіздер менімен бірге болыңыздар. Ендеше бастайық. Кеттік. Ең бірінші маған керек зат ол осындай таска бөліп қойған болатын. Байлық, ақша, покупка, атақ, жетістіктер, дос, қарым-қатынас, денсаулық, мен, шығармашылық, хобби, даму, оқу, карьера, мамандық, саяхат және кумир. Осылардың барлығына қазір я дегеннен бастап былай жапсырып шығатын боламыз. Келесі керек зат суреттер. Менде осындай суреттер сразу аффирмациялармен бірге шығарып алған болатынмын. Вот. Қазір көрсетейін. Глянцевый бумага айтпақшы. Глянцевый бумагаға шығару 200 теңге екен. Екеуі шығарған болатын. Вот. Екеуін 400 теңгеге шығардым. Вот прям качествосы зор шықты. Блокнотыма жасайтын боламын. Еще қасына осындай суреттер қостым. Бұл типа стикерлер. Вот. Тура сондай, бірақ осылар жанындағылар ғана қосылған. Тадамс. Мен қазір мынаны істететін боламын. Келесі заттар ол бізде әрине осындай двухсторонний скотч, қайшы, клей, және сәндеуге детальдарды жасауға арналған осындай және маркерлер тоже. Мыналарды қиып алайық. Қию процесі өте ұзақ болғандықтан осындай бір уақытты пайдаланып 2026 жылды қалай жақсартуға болатындығы және өзімді қалай жаңа эраға қадам басуға дайындауға болатындығы туралы айтып кетейін деп шештім. Сондықтан тыңдаңыздар. 2026 я. Бұл жылды барлығы өзгергісі келеді. Жаңа жыл басталды, мен жаңа адам боламын, жаңа өзім боламын деп барлығымыз жоспарлаймыз. Жаңа адам болғанымызды қалаймыз. Көптеген мақсаттар қойып тастаймыз, бірақ жылдың соңында не болады? Жылдың соңында көбісі армандарын орындамаған, өзін жаңа эраға қалыптастырмай тұрып, тіпті жаңа өзінде қалыптастырмаған, яғни 1-2 әдеттен болсын бастамаған, әлі уақыт бар деп жүріп, осы 2026 жылды да осылай өткізгендігін жылдың соңында ғана біледі. Сондықтан 2026 жыл сенің жылың болуы мүмкін, бірақ бұл жыл өзгелердің жылы емес, тек сенің ғана жылың болса ғана ол өзгереді. Бүгінгі таңда шешім қабылдайсың ба, әлде тағы да ертең дейсің бе? Ол сенің сол 2026 жылды өзгерте алмайтыныңа қарайды. Жалпы өзгеру тек мотивация емес, дисциплина, яғни тәртіп. Себебі мотивация тек уақытша, бірақ дисциплина нәтиже. Тәртіп бар жерде білім бар деген сияқты бізге айтады ғой мектепте. Тәртіп бар жерде нәтиже бар. Сен тәртіппен жасаған ісіңнің барлығында жемісті боласың. Ал тек қана мотивацияға сеніп жүре беретін болсаң, мотивация бірде бар, бірде жоқ. Ісің аяғы басталып, яғни басы басталып, аяғы аяқталмай қалып кетеді. Екінші, сенің ойың, сенің әрекетің, сенің ортаң, бәрі сенің болашағыңды жасайды. Айналаң сенің айнаң деп жай айтпаймыз ғой. Барлық орта сенің өзгеруіңе, сенің шешім қабылдауыңа әсер етеді. Егер сен бүгін шешім қабылдасаң, сен 2026 жылда бұрынғы сен болмайсың. Сен өзгересің, басқа адам боласың, бірнеше жетістіктерге жетесің. Мысалы, менің бір досым бар дейік. Ол әрдайым ертең бастаймын, дүйсенбіден бастаймын, демалыста бастаймын деген сияқты кешке кейінге қалдырып жүреді. Ал сен
бір қадам бастадың, күніне 20 минут, мақұл 20 минут болмаса да 5-10 минут кітап оқимын дедің, оқыдың, ары қарай ол кітап қызық болып кетті, сөйтіп 1 сағат отырдың, тіптім керемет. Тіптім керемет. 1 сағат отырғаның өзіңе жақсы. Келесі 1 минут, 10 минут спорт жасаймын дедің, ары қарай өте күшті спорт тауып алып, тағы жасаған кеп, жарты сағат істедің. Бұл да жақсы. Себебі қаншалықты көп айналыссаң, соншалықты нәтиже де көп болады. Жаңа бір дағдыға үйренем деп бастадың, яғни бір тілді болсын, бір мемлекетті болсын, тарихын білем деген сияқты үйренгің келді, және соны бастадың. Әрине бұл сенің болашағыңа, сенің жаңа дағдыны тезірек үйренуіңе көмектеседі. 3 айдан кейінгі сені және сол менің досымды салыстыратын болсақ, сен мақсатқа жақындадың, ал менің досым әлі жүр. Ертең бастаймын, 3 айдан кейін жазда бастаймын, мектеп біткесін бастаймын деп. Нәтиже кімде болып тұр? Нәтиже сенде болып тұр. Себебі сен бастадың, істедің, нәтиже қолында. Ал басқа адамдар әлі жүр. Ертең бастаймын, арғы күні бастаймын деп. Сондықтан ертеңге қалдырып керек емес, дүйсенбіге қалдырып керек емес. 3 айдағы жазға қалдырып тіптің керек емес. Бүгін бастап кету бұл самый өте қолайлы уақыт. Бүгін бастадың, ертең уже жемісті боласың. Ертең уже әдетке айнала бастайды. 3 күннен кейін оны әдетке айналдырмай-ақ, есіңе түсірмей-ақ барып істей беретін боласың. Бізге мектепке бару қалай әдет болып кетті. Себебі біз кішкентай кезде барғымыз келмеді. Одан кейін 1 апта, 2 апта үй жұмысын орындадық. Одан кейін біздің есімізде мектеп мүлдем шықпайтын болды. Сөйтіп біз мектепке барамыз. Бұл біздің есімізде, өмір бойы есімізде қалып кетеді. Сондықтан әдет қалыптастыру ол өте маңызды. Келесі өзіңді тексеру, өзіңді жақсы көру сондай. Яғни бірінші, ең алдымен ортаңа қара. Сені төмен тартатын адамдармен уақытта азайт. Сені көтеретін, мотивация беретін адамдарға назар аудар. Мысалы, сен айтасың, менің мынау бағытқа кеткім келеді дейсің. Ал бірақ олар айтады, ой, оны не істейсің, ол бағыттың болашағы жоқ деген сияқты. Бірақ сен оларды тыңдама, өйткені болашағыңды шешетін тек сен ғанасың. Және ондай адамдармен әр сөйлескен сайын өзіңді төмен сезінетін боласың, қолайсыз сезінетін боласың. Және ең бастысы, сондай сезім сезіндіретін адамдардан алыс бол. Ондай адамдармен уақытыңды қысқарт. Тіпті мүлдем уақыт бөлме. Оның орнына саған шабыт беретін адамдармен сөйлес. Ондай адамдардың арасында тек қана бір ғана досың болса, соның өзі сенің 10 досыңнан артық болады. Саны бар, сапасы жоқ адамдардан алыс бол. 10 досың болғанша, бір досың, сені қолдайтын досың болғаны әлде қайда қымбат. Себебі олар сені түсінеді, саған жаңа мақсатқа жетелеуге көмектеседі, сенің барлық ішкі жан дүниеңді түсінеді, қандай қиындықтан өтіп жатқандарын түсінгендіктен, олар саған көмектеседі, сені түсінеді. Сенің ортаң, сенің айнаң. Айна дұрыс шығарса ғана сен шынайы өсесің. Келесі айтарым, ол миыңды күнде жаттықтыр. Яғни жаттықтыру ол өзіңе, миыңа жаңа система орнатқанмен бірдей, яғни схема орнатқанмен бірдей, анығырақ айтсақ, күнінде 20-30 минут жаңа ақпарат оқы. Бір кітапты оқы, мейлі кітап оқуға ерінсең, жаңа бір дағдыны үйрен, тіл, спорт, музыка, тағы басқа. Мысалы, қазір өте күшті бір хобби басталып жатыр, ондай сундук ойнау деген сияқты. Соларды ойна, ол да миыңды жақсартуға көмектеседі. Телефонды тек бір мақсатпен ғана қолда. Артық шум уақытыңды көп кетіреді. Уақытың қаншалықты көп кеткен сайын, өзіңе уақыт бөлуге мүлдем уақыт қалмайды. Мысал ретінде, мен бүгін таңертең 20 минут ағылшын оқимын, 10 минут медитация жасаймын. Бұл қарапайым сияқты көрінуі мүмкін, бірақ 3 айдан кейін
мен өз ойымды ағылшынша жазып, презентацияны өзім переводчиксіз істей алсам, бұл өте керемет. Істей аламын да. Себебі 3 ай тынымсыз еңбектің нәтижесі еркін ағылшынша ойымды жеткізу болды. Егер сенің ойың кең болса, мүмкіндігің де шексіз болады. Бірақ миыңды жаңартпасаң, ештеңе өзгере қоймайды. Себебі миыңды жаңартпасаң, оған уақыт бөлмесең, күнде бір тым болмаса, басқа бір бағытта, мектептен басқа бір бағыттағы жаңа ақпарат алмаса, ол ешқандай миына загрузка салмайды. Миын қатты бір нәрсені үйренуге желание ашпайтын болады. Және келесі этап ол дене мен энергия. Дене сенің фундаментің. Егер денсаулығыңа байланысты бір проблема болса, оны міндетті түрде дәрігерге тексер. Немесе аптасына 3-4 рет қозғалыс жасасаң, мысалы жүгіру, жаттығу, секіру, оның өзі де сенің денсаулығыңның мықты болуына үлес қосады. Және менде фонда байқасаңыздар, музыка қосылып тұр. Визуализация жасауға кәдімгідей көмектеседі екен. Өте күшті суреттер, барлығы маған ұнайды. Ал ендеше осы суреттерді енді наконец-то мына доскаға жапсырып бастайтын боламыз. Бірақ менің тағы бір нәрсе қосқым келеді, ол не? Суреттер. Осы сурет болса, соның арқасына точно мақсаттар жазғым келіп тұр. Мысалы, если Пабло Пикассо ғой мынау, еш мен бұл суретті алдым, себебі менің Пабло Пикассо сияқты суретсіз алғым келеді. Және қанша жылда солай суретсіз аламын, соны жазып қоюым керек. Вот, солай барлық суреттердің артына жазамыз. Күшті дене, күшті сенім береді. Денің сау болса, ойың да сау, сенімің де мықты болады. Келесі этап мақсаттар мен жоспар. Мақсатың нақты болсын. Қазір шығып жатты ғой, 90 күндік, 30 күндік, 50 күндік челлендждер. Соның біреуін айта кетейін, ол 90 күндік перезагрузка план. Онда бір дағдыны қосасың, бір зиянды әдетті азайтасың. Әр апта прогрессті тексеріп отырасың және өзіңді бағалайсың. Мысалы, бір әдет қосасың, онда мысалы таңертең 10 минут медитация. Күніне 20 минут кітап оқу, аптасына 3 рет спорт жасау, жаңа дағдыны үйрену, тағы басқа. Және бір зиянды әдетті алып тастайсың. Ол мысалы түнге дейін телефон қарау, немесе таңда бірден ояна сала ауыр тағам жеу, тағы басқа. Өзгеру тек қадамдардан басталады. Жоспарсыз жасалған әрекет желдің алдында қалқыған жапырақ сияқты. Бірақ жоспарлы әрекет сенің өміріңнің бағытын өзгертеді. Сені мүлдем күтпеген нәтижеге жеткізеді. Келесі этап мотивация мен тәртіп. Басында айтып кеткеніміздей, мотивация уақытша, бірақ тәртіп тұрақты нәтиже береді. Күнделікті шағын қадамдар үлкен нәтижеге жеткізеді. Мысалы, бір күні мен оқу үшін тек 5 минут қана бөлсем, кейін 5 минутым 30 минутқа айналды. Шағын қадамдар сенің дағдыларың мен тәрбиеңді қалыптастырады. Кейіннен 1 бет оқимын деген кітап, 30 бет кітап, 50 бет кітапқа ауысса, бұл неткен керемет, иә? Егер бүгін бір қадам жасасаң, ертең сен бұрынғы сен болмайсың. Өйткені сен ертеңгі сенен жетіп тұрсың, кешегі сенен мықтысың. Және айтқым келгені, қорытынды өзіңе дәл қазір бір сұрақ қой. Мен дайынмын ба, әлде тағы да ертеңге қалдырамын ба? Егер дайын болсаң, дәл қазір тұрып, жоспар құр, мақсат құр, өзіңнің армандаған армандарыңа жету үшін әрекет жаса. 2026 жылы сен бұрынғы сен болмауың керексің. Өйткені сен бұрынғы сенен асуың керексің. Өзіңнің мақсатыңа жету үшін бұрынғы сен болмауың керексің. Себебі егер сен мақсатыңа жетем деп ойласаң,
онда ол мақсатқа бұрынғы сен жете алу керек еді. Өйткені бұрынғы сен мен қазіргі сен бірдейсіңдер. Барлығы сенің қолыңда. Жаса, өзгер, алға бас. Міне мен жазып болдым. Музыкада өшіп қалды уже. Өзім өшіріп қойдым. Енді шетінен жайғастырып алайын, сосын жабыстыратын боламыз. Наконец-то! Келесі айтатын ақпараттар сіздің миыңызда болып жатқанның барлығын алып төңкеріп жібереді. Бірінші айтарым, өзіңе жауапкершілікті ал. Ешкім саған дайын өмір бермейді. Ата-анаң, мұғалімің, достарың, көмектеседі, бірақ таңдауыңды сен жасайсың. Және де менің өміріме кім кінәлі, менің өмірімді кім өзгерте алады деп емес, мен не істей аламын, мен қалай өмірімді өзгерте аламын деп ойла. Басқа адамдарға тәуелді болма. Екіншісі, ортаң сенің болашағың. 5 адаммен көп уақыт өткізсең, солардың орташа деңгейіне айналасың. Бір сөз бар ғой, 3 миллионермен аралассаң, 4-шісі сен боласың, 3 кедеймен аралассаң, 4-шісі сен боласың. Яғни өсетін ортаны сен таңдайсың. Өсек, негатив, қызғаныштан мүлдем аулақ бол. Сені мотивациялайтын адамдармен аралас. Үшіншісі, ақша құрал, мақсат емес. Бай болу жаман емес, жақсы, бірақ ақша үшін мінезіңді өзіңді сатпа. Ерте бастан түсінетін нәрсе дағды ақша әкеледі. Яғни сенің хоббиің ол ақша әкелу керек. Білім, инвестиция, репутация, капитал. 4-ші айтарым, денсаулықсыз ештеңе жоқ. Бізге Алладан берген ең басты нығметтер ол денсаулық, энергия, уақыт. Ұйқы, су, қозғалыс база. Энергияның базасы. Энергияң болмаса, арманың да іске аспайды. 6-шы, өзіңді салыстырма. Инстаграм, тиктоктағылардың барлығы витрина. Шынайы өмір процесс. Сен шынайы өмірде жүруің керексің. Сонда ғана процесс жүреді. Сенің уақытың бөлек. Біреу 17-де тапса, мүмкін сен 27-де табарсың. Немесе мүмкін сен 18-де табатын шығарсың. Бастысы тоқтамау. Келесі, қатты бол, бірақ тас жүрек болма. Мінез маңызды, бірақ мейірімділік одан да күшті, одан да маңызды. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас өмірлік цикл. Ең соңғы айтатыным, өмір сені сынайды. Бірақ сен де өмірге мінезіңді көрсет. Өмір не үшін сынайды? Сені алдағы мүлдем ауыр сынаққа дайындау үшін сынайды. Мынандай бір керемет сөз бар. Кімді Алладан қатты жақсы көрсең, сонымен сыналасың. Немесе сен сыналатын нәрсе болашақта одан да көп болуы мүмкін. Яғни егер сен төссең, азаяды, бірақ төзбесең, одан да көбірек болып, сенің сынауың одан да ауыр болады. Сондықтан қандай да бір жағдай болсын, қандай да бір мақсат болсын, бұның барлығы өз уақытымен, өз себептерімен, өз мақсаттарымен болады. Сондықтан біз өмірдің өзіміздің тағдырымызға ешқандай да әрекет жасай алмаймыз, бірақ біз не істей аламыз? Бірақ біз өмірді өзгерте аламыз, таңдауды өзгерте аламыз. Таңдау бізде, бірақ жазмыш бар. Жазмыштан озмыш жоқ. Ең бастысы, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізді түсініңіз, өзіңізді қандай да бір ақша болсын, сондай да бір материалдық пунктке арнап, өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Өзіңізді сақтап қалу бұл ең күшті және ең басты біздің өмірдегі мақсатымыз. Мына фонда менің жасап жатқаным, осындай аффирмацияларды қай жерде қайсы тұрады, соларды орналастырып жатқаным, бұл процесс өте күшті. Өздеріңіз түсінсеңіздер, өздеріңіз істесеңіздер ғана түсінетін процесс.
Міне осылай жайғастырып алдым. Енді осыларды жабыстыратын боламын. Жабыстырғанда мен мына жерден бастап былай и осылай жабыстырып шығатын боламын. Мен жабыстырамын, то есть бір жағын ғана жабыстырамын и потом былай ашып артын оқуға ыңғайлы болады. Келесі ол қыздарға арналған кеңестер. 1. Сені төмендететін ортадан кетіп қал. Егер сен өзіңді жаман сезінсең, оларды сен үшін емес. Екіншісі, барлығы дос емес. Көп адаммен араласу шынайы достық дегенді білдірмейді. Үшіншісі, өсек айтатын адам ертең сен туралы да айтатын болады. Төртіншісі, жалғыз қалудан қорықпа. Уақытша жалғыздық әлсіздік емес, керісінше өсу. Бесіншісі, сенің деңгейің сен араласатын адамдардың деңгейі. Өсіретін ортаны таңда. Келесі 5 кеңес ол қарым-қатынас туралы. Біріншісі, сені құрметтемейтін адамдардан кетіп қал, оларды да ұстама. Екіншісі, ерте махаббатқа асықпа. Керісінше 12-16 жастағы қыздар өздеріңе фокус қойыңдар. Басты фокус өзіңде болсын. Үшіншісі, жоқ деп айтуды үйрен. Бұл сенің құқығың, бұл ұялатын нәрсе емес. Төртіншісі, қызғаныш пен бақылау, ол махаббат емес. Бесіншісі, адамымен алдымен өзіңді сүймей, біреуді дұрыс сүйе алмайсың, және ол да сені сүйе алмайды. Келесі 5 кеңес ол саморазвитие сондай бағытта. Біріншісі, кітап оқуды әдетке айналдыр. Екіншісі, ағылшын үйреніп баста. Үшіншісі, күн сайын 30 минут өзіңе арна. Төртіншісі, спортпен айналыс. Бесіншісі, телефон уақытын азайт. Алтыншысы, хобби тап, жаңа хобби ізде. Жетіншісі, күнделік жүргіз. Сегізіншісі, ақша жинауды үйрен. Тоғызыншысы, өз арманыңды жаз. Оныншысы, әр айда жаңа әдет қалыптастыр. Солай жылдың соңында сенің бірнеше әдеттерің, бірнеше жетістіктерің болады. Міне, осындай. Ура! Мынаны қараңдар. Өте күшті шықты. Боже, я это сделала. -1 гештальт. Жерге мыналардан сердечко жасап қосайын ба, қоспайын ба? Ну ладно, если ұнап жатса кейінірек қоса жатармын, бірақ маған қазір осылай ұнап тұр. Блин, мынаны қараңдар, қазір мен сендерге күштілеп монтаждап көрсететін боламын. Давайте, дайын отырыңдар. 1, 2, 3. Tenemos saldo deudor con el mundo ahí afuera. Hagamos algo mejor. Осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған да бүгінгі видео прям қатты ұнады. Көптен бері қалап жүрген армандар картасын жасадым. Өте қатты ұнады. Келесі видеоларда кездескенше, всем пока. Пока-пока.